Сәлеметсіздер ме оқушылар, математика сабағын бастаймыз. Логикалық есептер шығару. Бүгінгі сабақта менің меңгеретінім санды, бас қатырғыларды шешуді үйренемін. Олай болса, оқушылар, оқулығымызды ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. Сиқырлы шаршылар. Балалар, мына жерде көріп тұрғанымыздай сиқырлы шаршыны көріп тұрмыз. Енді байқап көрейік. 5 пен 1-дің қосындысы 6-ға тең. 3 пен 4-дің қосындысы 7-ге тең. 6 мен 7-ның қосындысы 13-ге тең. 5 пен 3-дің қосындысы 8-ге тең. 1 мен 4-дің қосындысы 5-ге тең. Қоя 8 пен 5-дің қосындысы 13-ге тең. Мінекей біз сиқырлы шаршы жасадық. 0-ден 8-ге дейінгі сандардан сиқырлы шаршы құрастыр. 7 мен 0-дің қосындысы 7-ге тең. 2 мен 4-дің қосындысы 6-ға тең. 7 мен 6-ның қосындысы 13-ге тең. Ал 7 мен 2-ның қосындысы 9-ға тең. 0 мен 4-дің қосындысы 4-ге тең. 9 мен 4-дің қосындысы 13-ге тең. Мінекей оқушылар, біздер сиқырлы шаршы құрастырдық. Келесі, бос орындарға сан қой. Олай болса, орындайық. Және дәптерімізге жазып алуды ұмытпайық. 9 пен 6-ның қосындысы 15-ге тең. 9 пен 5-дің айырмасы 4-ге тең. 6 мен 3-дің қосындысы 9-ға тең. 4 пен 9-дің қосындысы 13-ге тең. 5 пен 3-дің айырмасы 2-ге тең. Жарайсыңдар. Міне біз тағы да сиқырлы шаршы құрастырдық. Бұл сиқырлы шаршыда арифметикалық амалдар да бар екен. Келесі, 50 мен 15-дің айырмасы қосындысы 65-ге тең. 50 мен 22-ның айырмасы 28-ге тең. 15 пен 3-дің қосындысы 18-ге тең. Ары қарай 22 мен 3-дің айырмасы 19-ға тең. 28 пен 18-ның қосындысы 46-ға. 65 пен 19-ның айырмасы 46-ға тең екен. Мінекей оқушылар, шаршыны құрастырдық. Олай болса, келесі тапсырмаға өтеміз. Өрнектер жазып, есептерді шығар. Алдымен есепті оқып алайық. Балалар жолда 9 бас қатырғыш шешіп, 12 теңдеу және 6 есеп шығарды. Балалар барлығы неше тапсырма орындады? Балалар, бұл жерде барлығын табу үшін қосу амалымен табамыз. Балалар жолда неше бас қатырғыш шешті? 9. Және неше теңдеу? 12. Және неше есеп? 6 есеп. Бізден сұрап отқаны қанша? Барлығы. Ал орындайық. 9 пен 12-ның қосындысы 21. 21-ге 6-ны қоссақ 27. Енді жауабына жазайық. Барлығы 27 тапсырма орындады. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға өтеміз. Математикалық турнирге әрқайсында 4 баладан 6 команда қатысты. Турнирге барлығы неше бала қатысты? Балалар, бұл жерде әрқайсында дейді. Әрқайсында 4 баладан 6 команда болса, 4-ті 6-ға көбейту арқылы шығарамыз. Сонда барлығы қанша бала? 24. Жауабын жазайық. Барлығы 24 бала қатысты. Жарайсыңдар. Келесі, оқушы есептерді шығаруға 10 минут, ал 4 теңдеудің әрқайсысын шешуге 2 минуттан жұмсады. Оқушы тапсырмаларды орындауға барлығы қанша уақыт жұмсады? Сонымен есеп шығаруға қанша минут жұмсады? 10 минут жұмсады. Ал 4 теңдеудің әрқайсысына 2 минуттан жұмсады. Олай болса, 2-ның көбейтін істеп жазамыз. Сонымен алдымен көбейту амалы орындалады. 2-ның көбейтін 8, 10-ға 8-ді қоссақ 18. Жауабын жазамыз. Жауабы
Оқушы 18 минут жұмсады. Жақсы оқушылар, жазып болдық иә? Келесі үй жұмысына 57-ші беттегі 3-ші тапсырманы аламыз. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар оқушылар.